Біз неге 140 ат күшін алдық? Енді трактор өз-өзін ақтау үшін қанша жыл жұмыс жасау керек? Тракторист нормальный қараса, өмір сүре береді. Вовремя. Сіз бұны аз ерте көрсеңіз, жылтырдап тұрады ғой, бұны алып келді. Тағы бір екінші трактор алды. Иә, екінші трактор алды. Ассалаумағалейкум, құрметті шаруа қожалық иелері. Біз қазір Алматы облысы Егорский ауданы және Құлжа ауылындамыз. Бұл жерде бізде ранчо Генчер шаруа қожалығы Виженг TS 1404 тракторын алған болатын. Қанша уақыт болды алғандарыңызға? 1 жыл болды. 1 жылдың ішінде қанша мотосағат жүрдіңіздер? 400. 1 айдай болды жұмыс бастағанымызға. 1 ай болды. Алған білен тұрған жоқ былай. Жер жырту науқаны басталғаннан бастап 1 ай уақыттан бері жер жыртып келатсыздар. Иә. Дәл қазір 400 мотосағат. Май суын бәрін? Иә, уақытында ауыстырылады. Майы 50 сағат Обкаткадан шығардыңыздар? Обкаткадан шығардық, майын ауыстырдық. Потом 200 сағат жұмыс қылып, 200 сағат деген тағы да мото несін майын ауыстырдық. Енді қазір 500 сағатта майын ауыстырамыз тағы да. Енді бұл жерде қанша гектар жерді игерейін отыр сіздерде? 300 гектар. 300 гектар жерді осымен жыртып жатсыздар. Иә. 6 соқа тіркеп жатсыздар, байқадым. Иә, 6 соқа. Не үшін 6 соқа? Ол не деген, енді трактордың күші жетеді ғой, 6 соқаға семейла ғой. Трактордың қанша ат күші бар? 140. Мотор жағынан характеристики 6 цилиндр, турбина, тфек трактор жақсы. Біз қазір 10 күн болды, тағы да худды сондай, тағы да біреуін алып келдік. Тағы бір екінші трактор алдық? Иә, екінші трактор алдық. Кейін бір трактор жетіспей жатыр? Иә, жетіспей жатыр. Сенімді болғаннан кейін екіншісін алып отырсыздар ғой? Уже екіншісін алдық қой. Ішкі салонына келетін болсақ, удобство жағы қалай? Жақсы. Кондер бар, монитор бар, задний вид камера бар. Барлық бар ғой, не керек болса. Удобный, мягкий, короче. Шаршатмайды. Бұл бір күнде расход қалай? Азаннан кешке дейін 12 сағат жүресіздер ме? Енді, біз, короче, сағат 5-те бастаймыз, кешкі сағат 8-9-ға дейін тоқтамайды трактор. Күннің ыстығында жер жыртамыз. Күннің ыстығында да бұның температуралары көтерілмейді совсем. Жақсы сол жерлерше. Енді бұның расходы гектарына қарап қой, 1 гектарға 20 литр сәреке. 6 соқа білен. Бір күнде қанша гектар ұрыватсыздар? Например, бір күнде жоқ дегенде 10-12 гектар жыртылады. Сервис жағы бұның қалай болады жалпы? Запчастар табылып жатыр ма? Енді запчастлар табылмағанда, иә, бәрі бар. Бірақ бізге әлі запчас біз ешқандай заказ қоймағанбыз, никакой запчас. Трактор жүріп жатыр, ешқандай проблема болмады. Сервис жақында айтқанда звондаймыз, сразу келіп майланы, фильтрлерін ауыстырып кетерлер. Все, вовремя. Бұл қазір жер жыртып жатсыздар, 6 соқамен тағы қандай мақсатта қолданасыздар? Біз неге 140 ат күшін алдық? Неге дегенде біз мұны любой мақсатта жұмыс жасаймыз. Ол дегенім жоңғышқа преслау, оны роутер білен скасит, шапу, преслау, жер жырту. Короче, универсальный ғой бұл. Сол үшін. Енді бұндан үлкені бізге уже үлкелік қылады. Например, только жер жыртады олар, башқа жұмыс қылмайды. Қылғанда да неудобно ол бұнан жұмыс жасаушы. Сол мақсатта біз 140 алдық. Бұл трактор бағасы да бұның қанша тұрады? 21 миллион ба тұрады? 21 миллион. 21 миллион тұрады. Субсидиясын алып бастаған кезде 14 миллион 700 мың теңге тұрады. Иә, субсидиясын алып. Оны 7 жылға 5%-бен алуға болады, немесе 10 жылға 6%-бен алуға болады. Казагро қаржы арқылы біздің қазір Каскиоти заводынан шығып жатқан осы тракторымызды солай алуға болады. Толық ақпарат алу үшін төменде номерлер қалдырып кетемін. Енді трактор өз-өзін ақтау үшін қанша жыл жұмыс жасау керек? Например, тоқтамай, егер жұмыс болса, тоқтамай жұмыс қылғанда уже 1 жылда өзінің несін жауып алады. Бұл сіздердің жағдайларыңызда өздеріңіздің жерлеріңізді ғана қамтамасыз етесіздер. Басқа қосымша қызметке бармайсыздар сіздер? Жоқ, бармаймыз. Тек қана осы 300 гектар жерді қамтамасыз етіп, сол жұмысқа шығып жатса, ол қанша жылда? 1 жылдың өзінде ақтайды? 1 жылдың өзінде ақтайды, өзінің жұмысын. Енді несінің ақшасын. Иә, ақшасын өз-өзін солай 1 жылда ақтаса, бұл трактордың өмір сүру уақыты қанша болу керек сіздің ойыңызша? Енді тракторның өмір сүруі трактористке бағлық. Тракторист нормальный қараса, өмір сүре береді. Вовремя майын қарап, вовремя антифризлерін қарап тұрса, самый главный сол ғой. Ол техникаға байланысты емес? Ол техникаға байланысты емес, ол адамға бағды. Техниканы да жақсысын таңдап алған дұрыс, бірақ ол қандай мықты техника болса да, ол темір болғаннан кейін бұзылады.
бірақ оның адамына трактористе жақсы қарап отырса, Иә. түсінген бойынша өте қанағаттандырарлық жауап болды мынау. Өйткені көп адамдар жылмен есептеп айтады осыны. Жоқ. То есть трактордың өмір сүруі осынша жыл. Жоқ. Ондақ не может быть. Болмайды ондақ. Ол трактористке бағылық. Вовремя қарап, енді сіздер былай сұрақты былай қойып көрейін. Енді сіздер бұл тракторда риза болуларыңыз үшін қанша жыл сіздерге жұмыс істеу керек бұл ойымша? Жоқ дегенде, көп уақыт короче. Көп уақыт. Иә. Жылмен есептеп қояйық. Иә, жыл білген есептемей қояр, көп уақыт. Бірақ енді ол өз-өзін бір жылдың ішінде ақтап қойса. Иә, өз-өзін бір жылда ақтап қойса, самигран соғы, қағаны уже бізге жұмыс жасап тұрса болды. Бірақ бәрі трактористке бағылық. Трактористке байланысты деп жатсыздар. Енді бұған қандай процедуралар жасайсыздар сіздер? Яғни бір фильтрін тазалап отырсыз ба? Біз, короче, ертең күніге қазір тракторлар барады, орныға ше, гаражға деп айтайлы. Орныға барады, барған кезінде полностью кешірімнен мойка қылынады. Күнде. Обязательно. Неге дегенде, маңдағы жағдайда топырақ, анау, короче, сіз бұны аз ертең көрсеңіз, жылтырдап тұрады ғой бұл трактор. Кеші білен жуылып, полностью майлар қаралады, фильтрлер шешіп алынады, компрессор білен фильтрлер тазаланады топырақтан. Чтобы не дегенде, например, өзіңіз бұрныңыз тықық болса, сіз хауа алмайсыз ғой. Сол үшін біз как положено күніге нелерін қараймыз, фильтрлерін тазалап, компрессор білен полностью жуып, как положено қараймыз ғой. Мен сол үшін айтып отма ғой, ол тракторның өмірге емес, ол трактористке бағылық. Тракторның қанша өмір сүруі. Вот жөн. Қазір сіз бұны онда қарамасаңыз, білмеймін, даже мен өзім куә болғанмын, қаншама тракторлар көргенмін ше, даже ішіге отыруға болмайды. Қазір мен бұны ішіге тапшия білен шықмаймын ше. Рас. Серьезно. Өте жақсы қалар дегенсіздер оны. Өте тракторға, техникаға жаны ашып, техника өзінің техникасы болғаннан кейін, бұл кісілер өте қатты қарап, соны қадағалайды. Мен ойымша. Трактористтерден сол нәрсені требовать етесіздер. Обязательно. Тазалықты күніге жұмыстан барады, сразу кеші білен жуылады. Как болады? Бір жайында ертең жұмысқа шықса, бір жайында топырақ көрмейсің. Жылтырдап тұрады. Дәл осы тракторды лизингке алғыларыңыз келетін болса, төмендегі WhatsApp нөмірлерге жазыңыздар. Біздің менеджерлер құжат жағынан да, трактордың характеристикасы жағынан да толық ақпарат беретін болады.